Сәлем достар, бүгін сіздермен мясной салатын жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен мен картопымды және сәбізімді, етімді суға пісіріп алдым. Енді кезекте картошкамызды мақтап, жіңішкелеп турайтын боламыз. Dostlar, videonu sonuna дейін қарауды ұмытпаймыз. Енді сәбізімізді де осылай жіңішкелеп турап, кубиктап турап ыдысымызға саламыз. Одан кейін бізде ащы қиярымыз банкідегі, оны да жұқалап, жіңішкелетіп, 4-1 қылып турап ыдысымызға саламыз. Содан кейін бізде жаңа піскен етімізді де жіңішкелетіп турап ыдысымызға саламыз. Өте дәмді, тойымды салаттардың бірі. Әсіресе қыс мезгілінде әр адам жақсы көреді, сүйіп жейді, сағынып жейді. Келесі кезекте бізде суға піскен жұмыртқамыз, менде қолдың жұмыртқасы. Оны да жіңішкелетіп турап ыдысымыздың үстіне қосамыз. Сосын үстіне осындай қаңылтырдағы горохымызды қосамыз. Алдымен қақпағын ашып, ішіндегі артық суын төгіп аламыз. Содан соң барып ыдысымызға саламыз. Мен жартылай қостым. Жартысын соңында бетіне себетін боламын. Одан кейін бізге тұз керек болады дәміне қарай. Кейін менде тіржелание майонезі. Оны да көлеміне қарай қостым. Енді жақсылап араластырып, ыдысымызға әдемілеп орналастырып, дастарханымызға, қонақтарымызға ұсынатын боламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.